Облыстың 80-ге тарта белсенді еріктілері бірінші президенттің атынан алғыс хаттармен марапатталды. Олардың барлығы республикалық «Біз біргеміз» акциясының қатысушылары. Толығырақ тілші тарқатсын. Бірінші президенттің атынан алғыс хаттарды облыс әкімі табыстады. Облысымыздың төтенше жағдай уақытын кезінде талмай еңбек еткен 80-ге тарта еріктісі мадақтамаға лайық деп танылған. Олардың белсенді азаматтық позициясы мен отанға сіңірген еңбектері өз бағаларын алды. В этом году уже Биылғы жылы президент төтенше жағдай жариялаған уақытта сіздер тұрғындарға баға жетпес үлкен көмек көрсеттіңіздер. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасыларға қолдау таныттыңыздар. Бірінші президент «Біз біргеміз» акциясын жариялап, сіздер де қалыс қалмай мыңдаған отбасыларға көмектестіңіздер. Жалпы аймағымызда 12,5 мың отбасы жалпы сомасы 200 миллион теңгеге көмек алған. Көп адамдар үшін ерікті болу күнделікті өмір салтына айналыпты. Қоғам үшін сіңірген еңбек көптеген қолдауды қажет ететін жандарға көмек болды дейді белсенділер. Был высокий риск заражения, но Әрине, вирус жұқтыру қаупі жоғары болды. Алайда біз қол қусырып отыра бермей, қиын жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсетуіміз керек деген ойда болдық. Оның үстіне қиналған адамдарды көрген кезде қолдан келген көмегіңді аямау керектігін түсінесің. Билік еріктілердің еңбегін одан әрі қолдауға ниетті. Бұл жолы облысымыздың 6 қаласы мен 4 ауданның белсенділері алғыс хаттармен марапатталған. Еріктілер мен демеушілердің күшімен көптеген мәселелер шешіліпті. Молодцы. И старикам помогаете, и... Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.